Барлықтарына сәлем, бұл Мәншүк Орынғали. Бүгін біз бір әйелдің установкасын айтатын боламыз. Әрбіреуіміз, біздің әрбір адам өзінің жаңағы орысша айтқанда уникальный ойлау қабілеті, ойлау жолы бар. Яғни әр адамның өзінің установкалары бар. Яғни біз әртүрлі семьяда тәрбиелендік. Әртүрлі құндылықтарды көріп, үйреніп, қабылдап өстік. Яғни біз бәріміз бір елден, бір қоғамның астында тәрбиеленсек те, біздің әрбіреуіміздің ойлау қабілетіміз, ойлау жолымыз әртүрлі. Және біздің установкаларымыз да әртүрлі. Осы установкалардың арқасында біз өз өмірімізде белгілі бір шешім қабылдаймыз. Біздің қазір қалай өмір сүріп жатқанымыз, қандай бізде қазір проблемаларымыз бар, керісінше қандай біз мақсаттарға қол жеткіздік. Оның барлығы да осы әрбір адамның ойлау қабілетінің, осы установкаларының әртүрлі болуына байланысты. Мынандай қызықты установка айтып берейін. Маған комментарияда қалдырыңыз, сізде де сондай установка бар ма, әлде сол установка ұқсас установка бар ма, жазыңыз. Мына бір әйелде мынандай установка бар, бұл жаңағы қарым-қатынас саласында. Яғни бұл әйел басқа адамдармен бір жерге қонаққа барғанда, бір жерге шыққан кезде өзін былай сезінеді екен. Егер де ол өзін жақсы сөйлеп, уверенно сөйлеп, өзінің ойын еркін ашық айта алса, және қалғандары оны дұрыстап тыңдап, оған қарсы шықпай, оны дұрыстап ұқыпты тыңдап отырса, ол өзін орысша айтқанда классная сезінеді екен. Ал егер де керісінше бір жерге, бір группаға келіп, ол жерде барлығы басқа құндылықтармен сөйлеп жатса, және ол өз ойын айтуға қорқатын болса, өз ойын айтса да басқа адам міндетті түрде бірден сол моментте оған қарсы шығатын болса, ол әйел өзін тып-тыныш отырғанды қалайды екен. Сол кезде ол өзін жаман сезінеді екен. Жаңағыдай классная емес, керісінше өзін не классная, не нормальная, өзін жаман сезінеді екен, бір сөзбен айтқанда. Оның самооценкасы бірден түсіп кетеді екен сол моментте. Ал былай егер ашып қарасақ, оның установкасы тек осы установка. Егер мен басқа адамдармен сөйлескен кезде мені егер ешкім тыңдамаса, менің ойымды біреу толығымен қабылдамаса, оған қарсы шықса, әлде группада мысалы 3-4 адам бір оймен, яғни бір нәрсеге олар келіседі, ал мына әйел ол нәрсемен келіспейді. Соны айтқан кезде ешкім олмен қосылмаса, оны айтқан ойына, ол өзін жаман сезінеді екен. Бірақ егер біз осы установканы орысша айтқанда под сомнение қоятын болсақ, әрине бұл күлкілі нәрсе. Неге күлкілі нәрсе? Неге бұл қызықты болып көрінеді? Әрине біз кез келген ортада адамдардың ойлау қабілеті және олардың установкалары біздің установкалардан басқа. Яғни әр адам өзінің ойын айтуға құқылы. Және кейбір кездері бізде адамдармен кездескен кезде ол адамдар біздің құндылықтармен өмір сүрмейді, басқа құндылықтармен өмір сүреді. Олардың өмірлері мүлдем басқа. Ал біздің өміріміз, ол әйелдің өмірі басқа құндылықтармен өмір сүреді. Яғни ол егер де сондай ортаға түссе, өзіне ұқсайтын ортаға, онда олардың сөйлескенде әңгімелері басқаша болады, Бұл нормальный нәрсе. Өйткені біз мына нәрсені ұмытпау керекпіз. Біз осы әйелмен біз жұмыс істеген кезде мастер-кит методикасын қолданып, біз оның ойлау қабілетін өзгерттік. Осы установкасын біз өзгерттік. Яғни оған түсіндірдік. Сіз егер басқа адамдармен кездесіп сөйлесетін болсаңыз, міндетті түрде сол ортаның ортасында отырып, әңгіме айтып сөйлеп, олар сізді қоштап отырудың қажет жоқ. Яғни міндетті түрде сондай сценария болудың қажет жоқ. Кейбір кездері, яғни кейбір ортада бізге тыныш отырып, басқа адамдардың айтып жатқан әңгімелерін дұрыстап, тыңдап, олардың установкаларын көріп, олардың қалай өмір сүріп жатқандарын көріп, таң қалып, мағлұмат жинауға болады. Бізге міндетті түрде сөйлеп отырудың қажет жоқ. Яғни кез келген ортада сен өзіңді әртүрлі ұстауына болады. Қалай сен өзіңді ұстайсың басқа адамдармен? Сенің өзің туралы ойын, жаңағы самооценкаң, яғни стабильно тұру керек.
өйткені оның ешқандай связь жоқ. Сондықтан ғой біз көбінесе бір адамдармен кездесеміз ғой, кездесіп болғаннан кейін тек бұл әйелде емес, сіздердің де өздеріңіздің жеке аудиторияларыңыз бар шығар. Мысалы, белгілі бір адамдармен кездестіңізде бір уақытта үйге келгеннен кейін сіздің көңіл күйіңіз жоқ. Өйткені сіз өзіңізді сол адаммен салыстыра бастадыңыз. Бұл адамның жұмысы қандай керемет, бұл адамның өмірі қандай керемет, ал мен мынандай жерде өмір сүріп жатырмын, әлі менің өмірім өзгерген жоқ, мен әлі солай. Бұл біздің басымызда болып жатқан ойлар, бұл барлығы да сол самооценкамен байланысты. Егер бізде самооценкамыз здоровый болса, яғни нормальный самооценка болса, біз олай ойламаушы едік. Біз басқа адамның өзінің уникальный жолы бар, оның өзінің установкалар бар, және менің де өзімнің жаңағы уникальный жолым бар, ойлау қабілетім бар, установкаларым бар. Және мен уже жаңағы басқа адаммен салыстырғанда нормальныймын. Ол да нормальный, мен де нормальныймын. Өйткені біз мысалы басқа адамдармен сөйлесіп отырған кезде біз солай деп ойлаймыз, басқа адам бізден жақсырақ сияқты. Бірақ сол басқа адамнан ол ойлап отыру, сіз ол адам үшін жақсырақ көрінуіңіз мүмкін. Көп рахмет соңына дейін тыңдағандарыңызға. Егер де сізге менің жеке консультациям керек болса, осы MasterKit методикасын қолданып, осы MasterKittің жаттығуларын қарап, біз сіздің уникальный установкаңызды таба аламыз. Установканы тапқанның үлкен бір пайдасы, сіз сол установканы тапқаннан кейін, оны өзгерткеннен кейін, сіздің өмірде іс-әрекеттеріңіз, көңіл күйіңіз, жаңағы самооценкаңыз бірден өзгереді. Сіз өзіңізді мүлдем басқаша сезінесіз. Мысалы, осы әйел басқа адамдармен уақыт өткізгенде, ол өзін нормально сезінеді. Оған бәрібір, ол сөйлесіп отыра ма, тыныш отыра ма, өз ойын ашық айта ма, келісе ма, келіспей ма, өзінің жаңағы самочувствие дейді, сол моментте көңіл күйіне қарай ол өзін ұстай алады. Яғни біз басқа адамдармен уақыт өткізгенде біздің негізгі мақсатымыз ол достасу, басқа адамның ойын білу және басқа адамдардың басқаша өмір сүретініне көз жеткізу. Яғни мен осылай өмір сүріп жатырмын, ал басқа адам мүлдем басқаша өмір сүріп жатыр. Және біз басқа адамдармен уақыт өткізген кезде не істейміз? Сөйлесу арқылы, пікір алмасу арқылы біз өз-өзімізге де негізінен көмектесе аламыз. Өз-өзіміздің белгілі бір мысалы проблемамызды шеше аламыз. Өйткені басқа адам басқаша ойлайды және сізге басқаша бір жаңағы фидбэк дейді ғой ағылшынша, сізге фидбэк бере алады. Сондықтан басқа адамдармен көбірек уақыт өткізейік. Яғни бұл қарым-қатынас саласын еш уақытта да қалдырмау керек. Яғни өмірде бақытты болу үшін 4 салада, денсаулық, ақша, біздің жұмысымыз және қарым-қатынас. Қарым-қатынас тек өз семья мүшелерімізбен емес, достарымызбен, әртүрлі орталарда, конференцияларда уақыт өткізу керек. Соларға арнап уақыт табу керек. Өйткені ол біздің жаңағы өзіміздің развитиямызға тікелей әсер етеді. Рахмет. Егер де сізге менің өзімнің құрған Lottery ноутбук дәптерім керек болса, PDF түрінде, орысша, ағылшынша, маған жазыңыз, мен сізге жіберем. Рахмет.